Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен творожный пирогтың оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп бастайық. Алдымен оның үстіне сармайымызды салып, жақсылап, қолымызбен біркелкі болғанша крошки жасап аламыз. Сармай салқын болғаны жақсы, сол кезде еріп кетпей жақсылап араласатынмен. Араластырып болғаннан кейін үстіне құмшекер, сметана саламыз. Бір жұмыртқамызды жарып, көз мөлшеріне шым-шым тұз және ванилин, бір шай қасықтай разрыхлитель салып, қолымызбен араластырып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Егер қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене ұн сепсеңіздер болады. Бізде жұмсақ, майлы қамыр шығады. Қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Шамамен жарты сағаттай тұрса жеткілікті. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. 400-500 граммдай творогтың үстіне қантымызды саламыз, 150 граммдай қантты саламыз. Үстіне бір жұмыртқа және жұмыртқа бір ақуыз саламыз. Мен видеода шатасып сарыуызын салып жүріппін. Бір жұмыртқа және бір ақуыз саламыз. Осылай шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Толықтай біркелкі болғанша, немесе блендердің көмегімен жасасаңыздар да болады. Маған осылай кішкене көрініп тұрған ұнайды. Енді қамырымызды жаюды бастаймыз. Осылай кішкене бөлігін алып, бетіне оформление жасауға сақтап қоямыз. Енді қалған қамырымызды ұн сеуіп жаямыз. Өзіңіздің тапаңыздың диаметріне қарай жая берсеңіз болады. Осылай ортасына жан-жағына қарай жылжытып қамырымызды жаятын боламыз. Бізде қатты жұқа немесе қалың қамыр болып қалмау керек. Осылай алып, тапамызға жайғастырамыз. Менде пісіретін ыдыстың көлемі осындай. Осылай жайғастырып алғаннан кейін жетпей тұрған жеріне артық жерлерін алып қойып шығамыз, реттеп, толықтай. Енді үстелімізге тағы ұн сеуіп, бетіне қоятын қамырымызды жаятын боламыз. Бізде ұзынша сызықтар шығу үшін осылай ұзынынан жалпақ етпей ұзын етіп жайып алғанымыз дұрыс. Мен видеода начинканы салып қойып жатырмын. Қазір бетіне оформлениесі жасайтын боламыз. Осылай барлық шетіне біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Енді осылай арнайы құралдың көмегімен немесе пышақтың көмегімен ұзынша етіп бөліктерге кесіп шығамыз да біздің пирогымыздың бетіне жайғастырамыз. Шамамен 200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Өзіңіздің пешіңіздің көлеміне қарай. Біздің пирогымыз дайын болды. Енді жаңағы сарыуызды бетіне жағып шығамыз. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.